Қош келдіңіз. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, қазылар алқасына. Сәлеметсіздер ме? Жанмұрат Ағырке Жанмұратқызы, Қостанай облысы, Торғай өлкесі. Керемет. Бірінші өлең. Сексен тоғызыншы беттегі 85-ші өлең. Танагөз Ильясова, бәлкім менің болмысым бөлек шығар. Бәлкім менің болмысым бөлек шығар. Ал сен қарай ойлайсың зерек шынар. Әлде кімді сағынып өту үшін, бар жоғыңды өмірде білу үшін, әлде кімді сағыну керек шығар. Сыр сақтауға үндемей терек шынар. Жан іздедім, жанымды ерек шығар. Біз жолықтық, маңдайға жазғаны сол. Өлең байғұс жай ғана себеп шығар. Көңіліңде бір бейне көлбең десе, өлең байғұс тірілер өлген кеше. Сағынышты мен ойлап тапқан жоқпын. Сенем оны ғарыштан келген десе. Сүюдің де бар болар заңдылығы. Еркелесем оятам таң күдігін. Балғылығым сор болды кешір жырдың. Ешбір заңға бағынбасаң күдігін. Жан табылмай өмірде сұңға қодан. Қиялымда ақ бұлтқа бұлға балам. Алабұртып өмірден өту үшін көңіліңде жүрсін бір жұмбақ адам. Рахмет. Жинақта 76-шы беттегі 72-ші өлең. Жарас сәрсек, мән. Тауда туған адамсыз, тау биік пен не биік. Күн көтерген басына қолың жетсе деп түйіп. Маңғаз қалпын бұзбаған, аспан биік, көк биік. Түпсіз дүние жоқ сірә, не тұңғиық не терең. Жалғыздықта қалдырып өзегіңді өртеген, ой тұңғиық жер терең, жер дегенім көр терең. Ненің қымбат екенін сізді ұқпайсыз шамасы, о бұл жайлы пеңденін қызып тұрау таласы. Дан айтпаған байламды қайдан айтсын баласы, ең қымбаты мен айтсам, жер мен көктің арасы. Рахмет. Үшінші өлең. Жинақта 71-ші беттегі 67-ші өлең. Мәукенұлы Нұрлан, Жапандала. Жапандала, күйіз үйде қарсалар апам ғана. Күйсеп жатқан қотаннан жынын шашып, бір жынданып алатын атаңдара. Құйыма тұяқ өкілі құнан ғана, құйрық жалын тарадым күмәндана. Жалғыз жерік осыма жерде қалған, маған неге жетпеді мұраңдала. Қабағыңа қараған қойшы бала, уайымын уәжбен жойшы дала. Жалғыз түйе, жалғыз ат, жалғыз шопан, мән берместен мәз мейрам тойшы қала. Жанымды жегідейсе бара салмақ, көңілім күнмен қалай жара салмақ. Төрт түлікті алдына салып кетті, дала ханын қалалық қара шалдап. Жапан дала, жүрегім жұбанышым, жұтағасын қалтырап тұрады ішім. Дала біреу, қала көп қайран қарау, қайшылығын тірліктің ұғамысың. Рахмет. Маған берсін. Құрмет қазылар алқасы, 7-ші бетте 2-ші өлең. Дулат Бабатайұлы, Асқар таудың сәні жоқ. Асқар таудың сәні жоқ, төрт түліктің қонысы, басылмайтын сонысы, көк майса белі болмаса. Өзен көлдің сәні жоқ, өрлеп құнай қонатын, жағасы малға толатын аймақты елі болмаса. Қопалы жердің сәні жоқ, тұңғиық мөлдір ерім, көз болжамас қиырын айдың көлі болмаса. Ағауылдың сәні жоқ, топталып жылқы үйіздеп, ноқталы құлын күйіздеп тартқан желі болмаса. Шешендіктің сәні жоқ, сөзіне сүтті елейіп, қолтығына елсейіп, басына бақыт қонбаса. Қайырсыз байдан пайда жоқ, нашарға жәрем бермесе, кем кетікті көрмесе, көн боп қатса сүреуі, екіге сатса біреуі. Несиенің өсімі, мөлшері жоқ, кесімі үзбей қойса толмаса. Сұлулықтың сәні жоқ, көрсе қызар күлкі қой, шаруа істемей сылап қой, жол саудаға жолдаса. Бейменбектің сәні жоқ, елін қорғай алмаса, тура жолға салмаса, ыстығына күймесе, суығына тонбаса. Батырлықтың сәні жоқ, түнек құсын төрт бөліп, елерген тұлпар ертеліп, толғаулы найза қолғалып, тұйғын құстай толғанып, сарыса да қасынып, егескен жауды қашырып, ұлын қорып жауынан, ереулеген егер дауынан, тұтамда қоқшонбаса. Бәрін айтта, бірін айт, ұғынар мұны ел қайда, елді бастар ер қайда. Аға сұлтан абыздар, еліңді қамап көр қайда, барса келмес жер қайда.
Күш кеткен соң қолыңнан, зарлаудан сарнау не пайда? Айтпа шәке барлығын. Кең дүниенің көрдім біраз тарлығын. Бала күнгі ертегіңді сағындым. Соны естіп, келді енді қалғығым. Кірпігіме тамшы жастар тізіліп, маңдайыма түсті әжімдер сызылып. Жаңбыр жасым қойынына әкемнің тама берді, тағылып түсіп үзіліп. Уақ, қалмасам да тұралап, біздің бастан ұшады енді сірабақ. Ақының боп аңырайын соңғы рет, соңғы сөзді тәңірімнен сұрап. Жатыр жайлап, өмір көрдім өкімбен, басым байлап, өлім көрдім өкімбен. Түз жұртында ақын болдым өкінбен, қыз қырқынға жақын болдым өкінбен. Көзсіз мұңға, сөзсіз мұңға татыр болдым өкінбен, көзсіз және батыр болдым өкінбен. Өз жұртым ғой, тұлпар түгілесегі, осыншы деп елеңдеді естегі. Батар өзімді жүрмін мың қашын батырып, танымды үмітпенен күнді атырып, қиялдап. Өзімді жүрмін мың қашын батырып, танымды үмітпенен күнді атырып, мүсіндеп қиялымда жасап алған, бақытым келмей қойда орғатылып. Білмеймін, нені күтем нелерді аңсап, жанымда жылап жатыр өлең моншақ. Бәрі де қалады ғой дүниенің таусылып, талқанымыз өлер болсақ. Роза Сейілхан. Еңбей тұрып ай бұлтқа, есің жияр жетті шақ. Жақындасаң қай жұртқа, сол жұртқа есен кеткі шақ. Құруыңа құмардың, құрығы тек дін бекен, ата Қазақстанның аузындағы тіл бөтен. Жиын мен той топырдан жалықпайтын жандайсың. Қамсыз мұңсыз отырған қазағым ау, қандайсың. Рухым дертім, құпиямда шам бар. Болмас сірә мұнан асқан шынайын, табысыңдар жұлдыздан жыр жасаңдар. Ол да жалғыз, сен де жалғыз құдайым. Менің миым, мәңгүлеңнің моласы түнегінен таң шапағын таратқан. Мүрде болған мәңгүлеңді жоласыл. Сен болмасаң, кім тірілте жаратқан? Көгіңнен түс. Бұл өлеңнің авторы Әділ Ботпанов. Менің миым мәңгүлеңнің моласы. Қабағынан күндердің діріл көрем. Діріл көрем жүректі тілім деген, тірілсе ақын тірілер өлең болып, ақша болып ақындар тірілмеген, зырғып қуған зымыран ғасырайды, жалғандықтан жан қалай жасымайды. Түйір кештің түнінде жылды шауып, қарауылдың өзені тасымайды. Жарқ етпесе жарықтан жыр құралай, жолығамыз біз әлі дүлділ абай. Ақ нұрыңмен аялы ақтандарды, аспанында алаштың сырғы қанай. Ділі жусан, қиялы қыпшақ ердің тарланы, жұлқы мүсін болмысы, сордан кермек арманы, мұңы қобыз төзімі, болдыр тардай түйені, домбырасы дұғасы, сөзі серті киелі. Баратын, күнді айналып айға ташып, мейлі оған қай мекендер қайғалашық, жанымды жарып ұшқан жалғыз сөзім, қалдың сен қайдадасып. Тағдырымның шырағы сен досым үт, ерте кетсем кешіріп қой кешіріп, сол қыз бүгін әкеткендей өзімен бір қаланың бар қызығын көшіріп. Төлеу керек пәтердің ақшасын, өлең жазу нетенің, баса ұртпа не істейсің басқасын деп, ақындық бейнемнің жанынан өтемін. Мен ойша сырада ұрттаймын, шарапта ішемін, сынаймын тағы да төзімді. Келес аялдамадан түсемін, ішке қалдырып өзімді. Әкесін ойлаған, анасын сағынған, мына мен қоғамның кішкентай бөлшегі. Әрекетіміз уақытқа бағынған, жас өскін, алға шықпай белсеніп. Иисусты. Қалай? Тамшылары тұр менің жанарымда. Тамшылары тұр менің жанарымда. Қара жаңбыр мөп-мөлдір сезімдерім. Ұялшақтау сол қыздың анарында. Дір-дір етіп қап қойған кезім менің. Кең дүние төсіне сия алмадым. Маңдайдағы жолдарға салып қойған. Хош болыңдар, ойларым, қиялдарым түпкірінде. Санамның қалып қойған бар бақытым. Иманым сабырымда, аттамадым алашып өмірімде, ғашық кезім тулайды тамырымда, сәби шағым өксейді көңілімде. Ненің қымбат екенін сөздік байсы шамасы,
Бұл жайлы пенденің қызыптырау таласы, дан айтпаған байламды қайдан айтсын баласы. Ең қымбаты мен айтсам, жер мен көктің арасы. Бұл өлеңнің авторы Жарас Сәрсек, мән деген өлең. Диалог. Өрекпіп көңіл өртінен жырдың, қап-қара таңба қалдарда. Бақытжан Алдияр, қайранда қайран сері күндерім. Өрекпіп көңіл өртінен жырдың, қап-қара таңба қалдарда, есіміңді айтып тентіреп жүрдім, кабактар менен барларда. Етті де тағдыр боз басымда лек, ой менен қырға қударман, жұттым ғой сенің көз жасың ба деп, мөп-мөлдір ашы олардан. Жалғанға жетпей жасы күндерім, жамадым қайғы жаныма. Қара торғай дегенде қара торғай, жанарынан қалқаның шашылды нұр. Бауыржан Қарабеков. Қара торғай дегенде қара торғай, жанарынан қалқаның шашылды нұр. Сусыған құм сөгіліп көбесінен, жастық шақтың жүзген біз кемесімен, толқып жүрек торғайдай бебеу қаққан, тас құдықтың түскенде төбесінен, сағынамын, сарғайып сол шағымды, сусыған сон шағымды. Қара торғай. Мандайға түскен ерім, өмірім болды демесен. Өткенімді ойға иіріп, өткенім менен кеңесем. Автор. Жақсы, бірден ой. Мүмкіндігің бар саспа. Екі неге дейін теңестіруге болады. Жасыра бір. Бірінші авторына кезін оны. Тектіліктің тұлпарын ерттеп мініп, тұяқ сілтеп барады тасыр арман. Шәмшия Жұбатова. Тез өткені несекен жол көктемі, ауыз тұрып үйінен мың көрпені, сәуле біткен ұласты шаңқай түске, мың саңшырақ жағылып мың дөртеді, аңсаған тау, не деген биіктедің биіктікті, о баста сүйіп бедің, қалғыған түн кірпігі қарауытып, иығымда барады, ұйып менің. Есім жинап, өз бойымды тік ұстап. Тұманбай Молдағалиев, ана, есім жиып, өз бойымды тік ұстап, тіршіліктің әуенімен тыныстап, сергеймінде сезім гүлін құлпыртам, кел дегендей болады бір күміс бақ. Сөндім-ау деп, өлдім-ау деп ышқынып, қалған кезде бойымдағы күш бұғып, сөнбейсің деп дауыстайды анашым, мен орнымнан жығыламын, үш тұрып. Қалың орман ойға тоңған. Қалың орман, Сәкен Сейфуллин. Қалың орман ойға толған, тұнжырайсың иіліп, еңбек құрдас сәулем сырлас әр рудан жиылып, жоқ бір қалып, кейдер қалып, сен де көлше сулайсың, басты шайқап, желді жайпап, аласырып тулайсың, әппақ қайын, сұлу терек, жасыл жерек, сәулем саған не керек, сұлу бойың, кімде ойың, жібек желге аш қойын. Жоқ. Сұлу терек, жасыл желек, сәулем саған. Жақсы. Қадір түні. Көктесін күдігің, күдігің көктесе. Бауыржан Қарағыз, сөзге қанат өткен күн. Бас қалем жазылар, бір тамшы жаспенен, бас қалем жазылар. Оқылар шындығың, бір тамшы жаспенен, пой, сосын ойшыр алақаныңнан сөз ұшыр тағдырлас. Қадір түні, ұлымасыншы құлқының, тек қана Құдай ақыл айтпайды біздерге, ал енді арлы кім арсыз кім? Мен қоя берейін ба? Мен
Қайтарып өзім меселімді оймен. Мен қоям. Мен қоям. Жақсы. Махаббаттың лебінен басқа мұны жазатұғын жалғанда бармадар. Ант етемін, өзге ем оның емі. Бернияз Күлев ғашығыма. Оттай қаулап жандырар шалса бұғы, ол болмаса орынды өзге дауа, тек жас жанның қыршыннан қырқылуы. Айта берейін ба? Бәрін білем, бәріне иланамын, шын түсініп сеземін достың халін. Достықтан да махаббат өте күшті, оны билеп тоқтатар емес жаным. Алдау, арбау екенде бойың алма, алдамасқа ант етем ариманға. Қалам қағаз қайғызар сырлы өлең, бәрі күә, бастығы Алла. Жүрегін жаздың даулаған. Бұл қазір ана белең мынасай қыраттарды. Жүрегін жаздың жаулаған. Қамажай қалқа бой тастап, қиянқы шақтан олмаған. Тыныш, автор. Автор керек. Назым Байоралова. Жарқ етіп жасын алдаспан 64-ші өлең. Тоқтаймыз, енді жалғастырыңыз сен. Сол жерден жалғастырыңыз өлең. Жүрегін жаздың даулаған, қамажай қалқа бой тастап, қиянқы шақтан аумаған, шуаса өтті ойқастап. Кездеспей кеткен көп бейне, көзіме оттай басылған, тізіліп тұрған беткейде, бейттің құлпы тасынан. Арғарай, сіз жасырыңыз. Мен жасырам ғой. Сіз. Қош болыңдар ойларым, қиялдарым. Қасымхан Бегманов. Қош болыңдар ойларым, қиялдарым, түпкірінде санамның қалып қойған. Бар бақытым, иманым, сабырымда, аттамадым алажып өмірімде, ғашық кезім тулайды тамырымда, сәби шағым өксейді көңілімде. Дұрыс. Естеріңізді сала кетейік, есеп 1-1. Жалғастырамыз. Мезгілі келіп жеткенде. Уақыт қадірі. Алмас Темірбай, 89-ші өлең. Мезгілі келіп жеткенде. Қазір. Мезгілі келіп жеткенде. Мезгілі келіп жеткенде. Уақытқа үнсіз бағынып өседі гүлдер шөптерде. Өз ғамын ойлап жас бала бұрмайды мойнын басқаға. Үгітіп жолға тасталған, мұна құм бұрын тас болған. Дұрыс, алдыға шықты. Енді соңғы мүмкіндігі Айзаданың, егерде жаңылыстыра салыңыз жалғастырамыз, егерде тапса, онда қарсыласыңыз жеңімпаз атанады. Жақсы. Авторын айтуды ұмытпаңыз. Автордан бастаңыз. Тынышталамыз. Кеттік, Айзада. Бейт тұр, кәдімгескі. Абай арманы, Қасым Аманжолов, бейт тұр, кәдімгескі төрт құлақты, апырай, ақын бұған қалай жатты. Тіл қатпас түсіс оқсып сұрмола, сеземе қуанышты махаббатты. Қария, жас көңілді жүзі бір нарт, әр әнші, әрі күйші өзі жомарт, көп сырды көңілдегі берді шешіп, Абайдың немересі Исраил қарт. Жігіттер, келіп сіздер Абайды іздеп, мағанда ишаратпен қалайсыз деп, ризамын ойламаған екен сіздер Абайдың ескі жұрт абайсыз деп. Сөзімде ескертерсіз болса қатам, ақынға мекен болмас иратпен там, аралап туған елін кеткен еді, менің де сенің дағы Абай атаң. Атаңның аңсағаны сен бередің, әр қайсыңды атаңа тең дередім. Ғылым еңбек бар бақыт өздеріңде, осы емес пе қарағым ең керегің. Жұттай қысып бір кезде қатал заман, оны жырлап бергенді атаң саған. Үнін естіп бүгінгі бақыттының, атаң шыдап қабірде жата алмаған деген сөзі зерделі қарияның, бір сілкінтті ақынның өр қиялын. Кеттік тағы аралап байтақ елді, арасымен алуан оқиғаның, колхоз бардық, әрбір үй, әрбір мектеп, ақын ата Абайын жыр мектеп. Қала келдік, шықталдан тағы да Абай. Бекер ойлап жүріп біз құр суреттеп. Қабырғадан қарасаң ойлы көзбен, тір адамда емес пе бәрін сезген. Асқақ жыр ақынның жыр аралап, өзіміздей кәдімгі өр мінезбен. Республика тойына жазды өлең, деп барсам мен бірінші кімді көрем? Нағыз төрде отырыл маңғазданып.
сөйлесердей сенімен меніменен. Ақын ата жетіпсің арманыңа, осын аңсап жүрегің талмады ма? Бізбен бірге келіпсің бүгінгіге, бізбен бірге барарсың алдағыға. Екінші республикалық көркем сөз оқу байқауының жеңімпазы Ақерке Жанмұратқызы. Республикалық абай оқулар байқауының облыстық жеңімпазы. 2018 жылғы қазақ тілі әдебиет пәндік олимпиадасының 3-ші орын иегері. Көптеген жарыстардың жеңімпазы бүгін мінекей бағы жанып республикалық көркем сөз оқу байқауында жеңімпаз атанды. Асылтас қоғамдық қорымен бірлесіп осындай поэзияны насихаттайтын керемет шара өткізіліп жатыр. Былтырғы шараның бас жүлдесін алған Едіге Қайыртай биыл қазылар алқасында отыр міне. Ал енді биылғы жарыстың өзі де керемет қызықты болғанын өздеріңіз көріп байқап отырсыздар. Олардың мынау өлеңді еске сақтау қабілеті, тіпті тізімнің өзін еске сақтау қиын ана жерде. Соншалық бір компьютердің миындай сайрап тұрған бір миларды солардың нәтижесін көріп тамашаладық. Қатты риза болып отырмыз. 100 өлең, 100 ақын, 100 алуан дүние, әр қайсысы, әр өлеңнің, әр поэзияның ар жағында қаншама айтар ойы, философиясы, терең-терең, мынау түбіндегі маржаны бар мұхиттай дүниелер, соның бәрін осы сақылдап тұрып, басынан, аяғынан басына дейін жаттап алған осы біздің көркем сөз оқу шеберлеріне, шын мәнінде бұлар шеберлері, солардың барлықтарына алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Бұлардың ішінде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар деген бүгін енді мынау бас жүлдені кәне хабарлап жіберейік. Ақерке Жанмұратқызы марапатталады. Ең үздік өнер көрсеткен